Кайырлы күн достар, бүгін 4 түрлі ерекше әрі дәмді печеньелердің рецебімен бөліспекпін. YouTube арнама жазылып, қоңыраушаны міндетті түрде басып қойыңыздар, алдағы уақытта көп жаңа рецептермен бөлісіп отырамын. Балаларының ең сүйікті печеньесі сүзбелі печенье дайындаймыз. Бұл печенье өте дәмді, балаларыма қатты ұнады. Бәріңізге жасауға кеңес беремін. Ыдысымызға қоңыр қант, яғни қамыс қантын саламыз. Тез бірігетін жұмсақ сүзбе қосамыз. Бөлме температурасындағы жұмсақ сармайды қосып араластырамыз. Кішкене ғана ванильный экстракттан қосамыз. Егер ондай болмаса, ванилин қоссаңыздар болады. Бөлек ыдыста ұнға қопсытқышты қосып алып, араластырып, массамызға қосамыз. Қамырды илейміз. Пергаментке аздап ұн сеуіп, қамырды қойып, екінші пергаментпен қамырдың бетін жауып, оқтаумен жаямыз. Тегіс емес шет жерлерін қолмен немесе пышақпен осылай тегістеп жүрсеңіздер болады. Қамырға мен осындай сүзбе қолдандым. Тез бірігетін сүзбе қолданыңыздар. Дөңгелек формамызбен осылай қамырды кесіп шығамыз. Құм шекерге аунатамыз. Қамырды біз ақ құм шекерге аунатқанымен, қамырдың құрамына осындай қамыс қантын қостым. 170 градус қызып тұрған пеште 20 минуттай пісіріп аламыз. Мінекей печеньеміз дайын, ас болсын. Енді өте дәмді мәрмәр печеньесін дайындаймыз. Дастарханға ерекше көрік беретін ерекше печеньелердің бірі. Ыдысымызға қант ұнтағын және жұмыртқаның ағын қосамыз. Оған кішкене ғана ванильді экстракт қосасыздар, егер болмаса ванилин қоссаңыздар болады. Бөлме температурасындағы сармайды қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Ұнға қопсытқышты қосып араластырамыз. Араластырып болғасын массамызға қосамыз. Қамыр илейміз. Илеп болған қамырды теңдей 2 бөлікке бөлеміз. Бір бөлігіне какао ұнтағын қосамыз. Сыртындағы қамырды 20 грамм және ішіндегі қамырды 15 грамм етіп өлшеп аламыз. Сыртында тұратын қамырды осылай қолмен басамыз. Оның ішіне 15 граммдық қамырды салып, жақсылап бітейміз. Сыртын какаосы бар қамырмен жасасаңыздар болады, өз еріктеріңізде. Әр қамырды домалатып болғаннан соң шанышқымен осылай үстін басып шығамыз.
Печеньеміздің бетін жұмыртқаның сарыуызымен жағып шығамыз. 170 градус қызып тұрған пеште 20 минуттай пісіріп аламыз. Өз пешіңіздің ыңғайына қарап пісіресіздер. Дәмді мәрмәр печеньесі мінекей дайын. Баршаңызға жасауға кеңес беремін. Ендігі кезекте мейіз бен жаңғақ қосылған печенье дайындаймыз. Ең әуелі апельсиннің қабығын осылай үккіштен өткізіп аламыз. Грек жаңғағын тураймыз. Печеньенің қамырын дайындауға кірісеміз. Ыдысымызға жұмыртқа мен жұмыртқаның ағын саламыз. Оған бөлме температурасындағы сармайды салып, үстіне сұйық май құямыз. Ванильді экстракт қосамыз. Ванилин қоссаңыздар да болады. Оған қант ұнтағын қосамыз. Жақсылап араластырып, оған жаңғақ пен мейізді үккіштен өткізілген апельсиннің қабығын қосамыз. Ұнның үстіне қопыстықышты қосып араластырып, массамызға қосамыз. Қамырды еліп болғасын екіге бөліп, әр бөлігін пергаменттің үстіне қойып, оқтаумен жайдым. Оқтаумен жайған кезде арасына аздап ұн сеуіп жіберсеңіздер болады. Мейлінше 4 бұрышты формада жаямыз және шеттерін қолмен немесе пышақпен тегістеп шықсаңыздар болады. Бұл печеньені дөңгелек формада пісірсеңіздер де болады, өз қалауларыңыз бойынша жасайсыздар. Осылай кесіп пергамент төселген табаға қоямыз. Бетін жұмыртқаның сарыуызымен жағып шығамыз. 170 градус қызып тұрған пеште 20 минуттай пісіріп аламыз. Мінекей біздің печеньеміз дайын. Баршаңызға ас болсын. Енді жер жаңғақ пен шоколад пастасы қосылған дәмді печенье дайындаймыз. Ыдысымызға жұмыртқаның сарысын саламыз. Оған қант ұнтағын бөлме температурасындағы жұмсақ сармай, ванильді экстракт пен сұйық май қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Ұнға қопыстықышты қосып, массамызға қосамыз. Қамырды елеп болғаннан соң 20 граммнан өлшеп аламыз. Қолымызбен домалақтаймыз. Әр қамырды жұмыртқаның ақ уызына малып, одан кейін жер жаңғаққа аунатамыз. Пергаменттің үстіне төсеп болғаннан соң бетін осылай сұқ саусақпен басып шығамыз. Яғни бұл ойыққа біз шоколад құямыз. Алдын ала қызып тұрған пеште 170 градуста 20 минуттай пісіріп аламыз. Пештен шыққан печеньенің бетін осылай тағы да қолмен басып шықсаңыздар болады. Енді әрбір ойыққа осы шоколад пастасын құйып шығамыз. Қазақстан шоколадты ертіп құйып шықсаңыздар да болады. Осындай шоколад пастасын қостым. Қазақстан шоколадымен де өте дәмді шығады. Баршаңызға ас болсын достар. Достар, видео ұнаған болса достарыңызға поделиться етіп, қолдап қойсаңыздар болады. Арнама тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, видео ұнаса лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Келесі видеода кездескенше.